Мен бүгін Серікжан Бияш деген төнген шатыс арандатушы жайында айтайын деп едім. Серікжан Бияш Қытайда жүрген кезде Қытай билігіне жағымпазданып жүрген. Қазақстанда жүрген кезде Қазақстан билігіне жағымпазданып жүрген. Бұл Қытайда жүрген кезінде Қытай билігіне жағымпазданғаны соншалықты, Қытайдың әлеуметтік желісі бар ғой, жаңағы WeChat дейді ғой, сол WeChat арқылы Қытайдағы біздің қандастарымызға уаххабизм идеологиясын уағыздап, біздің қазақтардың миын айналдырып, Қытай билігіне айдап салған. Қытайдағы біздің қандастарымызды бұл Қытай билігіне айдап салып, арандатып, нәтижесінде біздің Қытайдағы мыңдаған қандастарымыз Қытайдың түрмесіне қамалып, бұл құтылып кеткен негізінде. Бір қызық жері, бұл үнемі құтылып кетіп отырады. Бұның уағызын тыңдаған және таратқандар тұтылып қалады. Қазір енді бұл Қазақстанда жүрген кезінде Қазақстан билігіне қалай жағымпазданып жүргенін біз жақсы білеміз. Оның бізде ол жайында нақты бұның аудио жазбалары бар, керек болатын болса қойып бере аламыз. Негізінде, егер бұның бойында ар ұят, намыс деген қасиеттер болатын болса, бұл біздің қазақтарды қазақ билігіне айдап салуға ұялу керек негізінде бұл. Мысалға, мен дәл осы отырысында талай рет митингіге шығып қамалған адаммын. Тура осы қамалған кезде де кәдімгі осы митингіге, заңсыз митингіге шыққан, митингіні ұйымдастырған деген айыптармен мен бірнеше рет әкімшілік қамауға алынған адаммын. Тіпті үстімнен қылмыстық істе қозғалған кездер болған. Бірақ та мен осы күнге дейін өзім бара алатын жерге шақырамын халықты. Былайша айтқанда, өзің отқа түсе алмайсың ба, басқа біреуге отқа түс деп айтпа. Дәл қазір мына Серікжан Бияш өзі түсе алмайтын отқа халыққа түс деп отыр, бір сөзбен айтқанда. Мына әлеуметтік желіде Серікжан Бияшты қолдап отырған азаматтарды мен түсінемін. Себебі мен де әуел баста осы Серікжан Бияштың әдемі жаңағы сөздерін былай сыртынан тыңдап, қазақтың бір азаматы, жаңағы жанашыр азамат екен ғой деп ойлап қалған, мен де сіздер секілді. Бірақ Серікжан Бияш алғашқы рет маған WhatsApp-қа өзі шығып, өзінің жаңағы аудиозапистерін жіберген WhatsApp-қа. Сол кезде маған бір жігіттер, егер атын атап айтатын болсақ, Ырысбек Тоқтасын деген жігіт ескерткен негізінде. Құрал бұл ешқандай да біздің қазақтың жанашыры емес, бұның әдемі сөзіне алданып қалма деген. Сол кезде мен Ырысбек Тоқтасынға ұрысып бергенмін негізінде. Жалпы Серікжан Бияштың мен бір көргеннен-ақ қазақ емес екенін түсіндім да, енді түрінде көрініп тұр да, енді қазақ емес екенін. Одан кейін оның мына шәңкелдеп сөйлегенінің өзі біздің қазақтың дауысына ұқсамайды. Біздің қазақтардың дауысы олай шәңкелдеп шықпайды негізінде. Қатын дауысты еркектен без дейді, еркек дауысты қатыннан без дейді. Оны мен айтқан жоқпын, біздің қазақтар айтып отырған. Қазір бұл Америкада отыр да, ол айтып отыр қазір. Егер дейді, маған ай сайын 1000 теңгеден беріп отырсыңдар, ертең мен қазақтың билігіне келген кезде дейді, сол 1000 теңгелеріңді 1 миллион доллар қылып қайтарамын дейді. 1 миллион теңге десе де бір сары ғой. Тіпті оның өзі өтірік болар еді. Негізі тура осы өтірікті, егер мен айтатын болсам, маған ешкім сенбейді. Бірақ міндетті түрде оны алаяқ айту керек та. Алаяқ айтқан кезде біздің халық сенеді. Жалпы біздің халық негізінде мына құлағымен сүйетін ақымақ қыздар болады ғой. Сондай секілді Серікжан Бияш қазақ үшін жанын бермек түгілі бір малын бермейтін адам. Осы күнге дейін қанша рет мен осы Facebook әлеуметтік желісінде жаздым. Жаңағы Америкада жүріп, Ақ үйдің алдында тұрып, кәдімгі мен кеше Байденмен кездесіп шай іштім дегенде сөзі бар, оның Ердоғанға үстім деген сөзі бар мысалға. Осыған да сенеді ғой біздің ақымақтар. Серікжан Бияш өзін негізінде ақшасы көп, сондай бай, әлемдік деңгейдегі саясаткер секілді көрсетеді өзін. Бірақ оны біз секілді көз ашық адамдар білеміз, шын мәнінде ол ешқандай да әлемдік деңгейдегі саясаткер емес. Ол қазақтың билігіне келмек түгіл, ол Қазақстанға келіп көрсінші алдымен, керек болатын болса. Қазақтың билігін былай шетке қоя тұрайық. Мына жерде қазір соны қолдап отырғандардың көбісі шын мәнінде Серікжан Бияшты өмірде көрмеген. Тура кезіндегі мен сияқты оның әдемі сөзіне сеніп алданып отырған осындай ақкөңіл халқымыз біздің. Бірақ мына Серікжан Бияштың ішкі әлемі анық періштелер әлемінен емес, мынаның әлемі. Оның сырты адам болғанмен іші сайтан. Мысалға, бойында намысы бар болатын болса, біз Серікжан Бияшты Қазақстанда жүрген кезде бірнеше рет кездесуге шақырғанбыз, Алматыда жүрген кезде. Егер шынымен намысы болатын болса, ол бізбен кездесуге келетін еді. Бірақ ол бір ретте келген емес бізбен кездесуге. Одан кейін кісі баласының жетістігін көре алмайтын ішінің тарлығы. Бұл да сайтанға тән қасиет негізінде. Серікжан Бияштың іші тарлығы сондай. Қазір Димаш Құдайберген деген әнші баламыз бар ғой, Қазақстанды әлемге танытып жүрген. Қазақтың Шәкәрім Құдайбердісінен бастап Сұлтан Махмұт Торайғыров, жаңағы алаш арыстарының ішіндегі көшбасшы болған жаңағы Мырзахып Дулатов бар. Бәрін жамандайды кәдімгі. Бұл негізінде қып-қызыл уахабит қой. Негізінде осыны қалай түсінбейсіздер сіздер. Қазір енді дінге ешқандай қатысы жоқ. Жаңағындай өркениетті адам секілді сөйлейді. Ал шын мәнінде бұның Қытайдағы уағыздардың бәрі уахабизм идеологиясына толып тұр. Бірақ бізге белгісіз себептермен Серікжан Бияшты Қытай билігі іздеген жоқ әлі күнге дейін. Бізді осы нәрсе таңғалдырады негізінде.